Дарын қыздары продакшн ұсынады. Еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін көруге рұқсат етіледі. Ой, интернетте де ештеңе жоқ қой мына жерде. Ой, жігіттер мейрамы келе жатыр. Бәрін қолы тиіп. Біреу онлайн, конференция, күнделік кезек, зум. Не істеймін? Сәкушке звондайыншы. Хотя музыка жағын шеше керек. Жігіттер мейрамы келе жатыр, мына бірімізден. Қашан үлгереміз? Симгүл звондап жатыр маған. Сәкуш, Алло? сәлем. Симок қалайсың? Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Я, жақсымыз, аманбыз, үйдеміз. Алда мейрам келе жатыр, білесің ғой жігіттердің. Я, айта бер шаруаң. Онлайн концерт болайын деп тұр еді. Не дейсің? Онлайн концерт? Онлайн концерт дейсің ба? Күлме. Күлмеші. Я, қатырамыз оқырсың, біз не көрмей жатырмыз. Я, айтпақшы, айтшы шені маған, нелер бар, не керек? Сен микрофоныңды ән дайындашшы. Так, Сәкушке айттым. Енді Салтош керек маған. Салтошқа айтайын. Ол хотя бы группа ашып, ол жерде ақпаса жатармыз, группа аш деп айтайын. Да, саламат апай. Салтуша, сәлем. Қалайсыз? Саған бір шаруам бар еді өтінішім. Жақсы, мен қандай көмек керек? Кенжеме ағайлар мейрам келе жатыр ғой. Соған группа ашып ұйымдастыра берсең. Апай, группа ашу проблема емес қой. Бір шағым деген. Рахмет, Салтуша, саған сенемін. Жақсы, уайымдамаңыз, сол жағын өзім қатырамын ғой. Так, мына жерде мен Сәкушке айттым. Салтошқа чат аш деп айттым. Енді осының бәрін ұйымдастырамын. Машин, сценарий. Кешәрі қыздар, қалайсыздар? Қыздар не ғой, мен 7 мамырға байланысты ағайлардың мерекесі ғой, соған чат ашып жатырмын. Ешқайсымыз шығып кетпейміз, сразу айтып қояйын. Бұл бізде онлайн тосын сый дайындауымыз керек, соған арнайы ашып отырмын. Егер мені тыңдап отырсаңдар, белгі беріңдер тез-тез. Мейрамға күшті этажды торт сыйлады ғой, бізде енді ондай мүмкіндік жоқ қой. Ну, хотя бы капкейк ма бірдеңе жасатып жіберсекші. Гүлзат апай, сосын ше бізге ана өлеңге бар ғой, ән жазу керек. Сіз енді қазақ тілі мамансыз шамалы сөздерді орналастыра аласыз, оны құрастыра аласыз дегенде бізге сол өлеңнің сөзін жазып берсеңіз жақсы болып кететін еді. Ручкаң қайда? Мында екен ғой. Не жазып Асимгүл апай, неге лақтырдыңыз? Мынау деген сценарий ғой? Тәп-тәуір жазылған. Ішінде қызықты идеялар бар екен. Апай, мынау деген керемет қой. Осы бойынша әрі қарай жалғастыра берейікші дайындықты. Қыздар, дайында дейсіңдер. Мынау деген шынығырым жетпейді ғой. Қалай дайындаймын енді, қалай жеткіземін мен бұны?
Апай, уайымдамаңыз, менде бар. Қыздар, апайға жалға жіберіңдерші. Апай алыс жерде тұрады ғой. Жетіп тұр. Енді шаруаны бастауға болады. Қыздар, дайындықты бастаймыз. Микрофон дайын тұр міне. Бірақ мына микрофонға батарейка жоқ. Ал не істейміз енді? Мынау 8-ші марттан бері қалған батарейка, қазір қарайық, ол келмейді ол деген бірақ. Мынау 8-ші марттан қалған батарейка. Енді не істейміз? Кім жұмсасақ екен, а? Ох, Күнімайгүл. Күнімайгүл, сен деген несің ғой? Журасилсің ғой, сен барып білесің. Давай, барып мына базарға барып алып келші. Саняпай, ну что, дурасил болса, мен бара алмаймын. Алдын ала неге дайындап қоймайсыздар? Вечно осылай солай жүресіздер. Менде причина бар бара алмайтын. Менен де жастар бар. Гүлайымды жіберіңіз, Гүлайым сен бар. Мә, Күнімайгүл апай. Қап тұрасыз. Мен мұндай ішіммен қалай барам? Қымбат, сен барып келші. Гүлайым, сен де қатырасың? Мен мына түріммен қалай барам? Орнымнан қозғалуымдамын ғой менің. Одан да Эльвираға айтайықшы. Эльвира тез барып келеді. Не картоп жарып жатсыңдар бір-біріңді жұмсап? Карантин емес па? Ту, Саняпай, өзің істеңізші бірдеме қылып. Ту, қыздар. Енді не істейміз? Бір ретін тауып бірдеңе қылмайсыңдар ма? Енді осы батарейка бәрі микрофонды қосып дейді, ол немен жүреді, ол батарейкамен жүреді. Амал жоқ екен, тістеп көрейін ол. Біліп отырсыңдар ғой өсіп істейтінімді. Рас. Істеп кетті. Рас. Ой, қыздар-ай. Қыздар, бәрі дайын ба? Бәрі дайын болса, көзсізбен бастайық. Жарық. Жылу деп. Камера. Жігітсіздер, тек бір сөйлеп шолқынатын жігітсіздер, бір ғасырда бір туатын жігітсіздер. Жау ғасырын айтпай тұғын, айтқанынан қайтпай тұғын жігіттер. Тастан соққан бұл мектеп, зәулім алтын хан сарайда сіздер бар, ол қатшыдай. Сіздер қалай дейсіздер, бір жүреміз дәл солай, ер адамды сыйлаңдар, заң солай. Жігітсіздер, қазағыма қорған болған жігітсіздер, сұлуларға арман болған жігітсіздер. Арнамызды биік етіп, бір сұлуды сүйіп өтер жігіттер. Тастан соққан бұл мектеп, зәулім алтын хан сарайда сіздер бар, ол қатшыдай. Сіздер қалай дейсіздер, бір жүреміз дәл солай, ер адамды сыйлаңдар, заң солай. Снято. Рахмет, дарын қыздар ұжымы. Мерекелеріңізбен, жігіттер.